Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгінгі шығарылымда 2-90 бойынша қасым тарих пәніне арналған 9 сынып БЖБ талдауымызды ұсынатын боламыз. Бүгінгі БЖБ-да 20 ғасырдағы 60-80 жылдардағы Қазақстанның қоғамдық саяси дамуындағы қарама-қайшылықтар деген тақырыптан келіп отыр. Сонымен қатар тоқырау жылдарындағы демографиялық процестер деген тақырыптар қарастырылып отырғанын көріп отырмыз. Тасымаға көшейік. Бірінші тасыма берілген дерек негізінде сұрақтарға жауап беріңіз. Яғни Азия еңбегін көріп отырмыз. Кітаптың авторын атаймыз, кітаптың негізгі мазмұнын көрсетеміз және де кітаптың таралуына тыйым салынған жағдайда атайды екенбіз. Екінші тасыма: мына деректерді оқи отырып, астындағы 4 сұраққа жауап береміз. Бұл процесті тоқтату үшін кеңес үкіметі қандай шешім шығарғандығын жазыңыз. Бұл оқиға қашан орын алғандығын көрсетіңіз. Саяси шешімге қарсы тұрған жастардың мақсатын жазыңыз. Оқиғаның нәтижесі қандай болғандығын жазыңыз дейді. Үшінші тасыма: қазақстандағы урбандалу процесінде қандай факторлар әсер еткендігін атап дәлелдеңіз дейді. 3 факторды көрсетеді екенбіз. Бүгінгі тасымамыз 10 балдан тұрады. Оқушылар, ұмытпаймыз, сіздерге бір ескертетін жағдай: видеомды соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Келесі БЖБ-ларды, ТЖБ-ларды салып отыратын боламын. Бірінші тасыманың жауабы: берілген дерек негізінде сұрақтарға жауап беріңіз. Кітаптың авторы Олжас Сүлейменов. Кітаптың негізгі мазмұны Азия еңбегінде сонау ежелгі түркі тайпаларының қалыптасу тарихынан бастап бүгінгі күнге дейінгі аралықтағы вақиғаларды зерттеп, баяндап берді. Бұл қазақ халқының арасында ғылыми ойдың дамуына елеулі ықпал тигізді. Кітаптың таралуына тыйым салынған жағдай: кеңес үкіметі бұл еңбекті өте дөрекі әрі миға сыйымсыз, кеңестік идеологияға сай емес деп танып, Олжас Сүлейменовтің Азия еңбегінің таралуына тыйым салып, авторға қатаң жаза қолданды. Алайда бұл шараға Дінмұхамед Қонаев қатысқандықтан жазалау шарасы талқылауы тоқтатылып қалған болатын. Бірінші тасыма аяқталды. Екінші тасыма дерек бойынша бірінші сұраққа жауап: кеңес үкіметінің шешімі. Кеңестік кезеңдегі Целиноград облысындағы, яғни қазіргі Ақмола облысы, неміс автономиясын құру туралы шешім қабылданды. Оның орын алған мерзімі 1979 жылы. Жастардың мақсаты қазақ ұлтының мүддесін қорғау және қазақ жерінің біртұтастығын сақтап қалу болды. Оқиға нәтижесі: неміс автономиясын құру туралы шешім өз күшін жойған болатын. Үшінші тасыма: Қазақстанда урбандалу процесіне әсер еткен фактілерді жазыңыз. Бірінші фактор: Қытай тың және тыңайған жерлерді игеру, өнеркәсіп орындарының салынуы, басқа ұлт өкілдерін күштеп қоныс аудару болды. Балалар, мінекей осымен біздің бүгінгі БЖБ талдау видеомыз аяқталды. Егер сіздерге осы шығарылымымыз ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше қош болыңыздар.